Қалайсыздар кереметтер, iPhone 13-тің шыққанына біраз уақыт болды. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге iPhone 13 шыққаннан кейінгі қандай iPhone-ды алған дұрыс. Қазіргі таңда осы жылы сіздермен бірге қандай iPhone-ды алған дұрыс және қандай iPhone өз бағасына тұрарлық. Сіздермен бірге осы видеода бүгін қарастырып, сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдырып, подписаться деген кнопкасын бассаңыздар, бастайық. Сонымен қоса видеоны достар аяғына шейін көрсеңіздер, сіздер міндетті түрде осы жылы осы iPhone-дардың ішінде ең қайсысын алуға боларлық және қайсысы өз бағасына тұрарлық iPhone-ды біліп кетесіздер. Сондықтан видеоны аяғына шейін көріңіздер. Бұл жерде бір дегенде қандай iPhone-дар жайлы сөйлесетінімізді айта кетейік. iPhone өзі Apple компаниясы iPhone-ды екіге бөліп тастаған. Жаңа поколение және ескі поколение. Ескі поколение дегеніміз бұл iPhone шыққаннан бергі SE поколениядан бастап, екінші SE поколениясынан бастап iPhone 8 Plus-қа шейінгі поколениялар. Ал жаңа поколение дегеніміз бұл iPhone 10-нан бастап жоғарғы поколениялар. Яғни бұл жаңа iPhone-ның өзінің тұжырымдауы бойынша жаңа поколение болып табылады. Яғни қатты өзгеріс алған iPhone 10-нан бастап. Сондықтан біз бүгін сіздермен бірге тек қана жаңа поколение жайлы сөйлесетін боламыз. Сол жаңа поколенияның ішінде қайсысы өз ақшасына тұрарлық, сол туралы сөйлесеміз. Ескі поколенияны сіліп тастаймыз. Бұлардың айтып кеткеніндей BCE-ні өздеріңіз білесіздер, iPhone компаниясы мүлдем оны алып тастады шыққаннан кейін. Бұлар неге қарастырмаймыз десеңіздер, бұларда дизайндары ескі, сонымен қоса процессорлар, жұмыс істеу принципі де басқа да қазір нарықтағы телефондардан әлде қайда төмен. Яғни бір сөзбен салыстыруға келмейді. Және де тағы бір қызықты сәт достар, iPhone X, яғни iPhone 10 мен iPhone XR-ді Apple компаниясы шығаруын тоқтатты. Бірақ оны сіздер байқайсыздар, дүкен сөрелерінде iPhone X пен iPhone XR-дің тұрғанын. Бұл қалай сонда? Әр iPhone-ды сатылай түрде талқылайық. Бірінші iPhone X-тан бастайық, iPhone 10. Бұның қандай айырмашылығы бар және де бұл несімен адамдарды таңғалдырды және бұл өз бағасына тұрарлық па? Бұл жерде біріншіден Apple компаниясы бұл телефонды шығару барысында дизайнын қатты емес, мүлдем бір жаңа дизайн ойлап тапты. Корпусы бәрі алюминий, дизайны сонымен қоса жұмыс істеу принципінде процессор жаңадан үлгілеу, яғни ядерларын 4 есеге көбейтті. Сол кезде бұл X-тің қандай айырмашылығы бар деп сұраған кезде 8-дан бұл жерде біріншіден дизайны, корпусының қатаюы, сонымен қоса IPS-тің жоғарылуы, яғни шаң мен тозаңды, суды жақсы ұстауы, сонымен қоса процессорының 4 ярдқа көтерілуі дегеніміз бұл кез келген ойынды, кез келген видеомонтажды қандай да бір процессорды орындау барысында приложение болсын, тез орындайды. Сонымен қоса дюймі бұл жерде 6 дюйм, яғни өз несіне тұрарлық. 6 дюймға кино көру барысында, қандай да бір жұмыс істеу барысында 6 дюймдік дисплей бұл жеткілікті. Бірақ бұның минустары да бар. Камерасы вау емес, бір таңғалып кететіндей. Бұның камерасы бір орташа темптік камера. Ол кезде Apple компаниясы бір нарыққа жаңа камера алып кеткендей болды, бірақ қазіргімен салыстыратын болсақ, ол әлде қайда төмен камера. Өйткені барлық телефондардың қазір айналысып жатқан заттарының бәрі камерасы. Жыл сайын новый телефон шығару барысында камерасына көп көңіл бөледі. Яғни әр телефонның камерасы бірінен соң бірі жаңаруда. XR жайлы қысқаша айтып кетейін, XS пен XR-дің айырмашылығы қатты көп емес. Бұл R версиясы демо версия сияқты бір жай ғана шығарып қоя салған сияқты. iPhone 13 пен iPhone 12 сияқты. Сонымен қоса достар, iPhone X-тің бағасы, қазір жаттап алыңыздар, мына жерде таблица болады, сол жерде қарасаңыздар болады. iPhone X-тің бағасы неге жаттап алыңыздар, міне iPhone XR. Қазір ары қарай сөйлесетін боламыз, қандай телефон алғанымыз дұрыс. Енді келесі модель iPhone XS. iPhone XS бұл жерде жаңартылған түрі. Бұл жерде сонымен қоса IP68 орнатылған, бірінші IP68 Apple компаниясының. Бұл не деген мағына? Бұл 2 метр төмендікте iPhone XR 2 метр төмендікте 30 минут секундына суда тұра алады. Бірақ оны кейбір видеоларда сіздер байқаған шығарсыздар, тексеру барысында iPhone XR-ді кранға жуу барысында оны iPhone XS-тің істемей қалуын көрсеткен видеосы тарап кеткен болатын. Оған Apple компаниясы былай жауап берді. Судың краннан ағызған суға iPhone XR-ді қоясаңыз, ол жердегі судың ішінде тұздары болады және химикаттық заттар, қандай да бір қоспалар болғандықтан судың өзінің ішінде ол ондай суға, краннан ағылған суға
төзімсіз деп жауап қайтарды. Яғни оған фильтрдан өткен, сонымен қоса бір тазартылған мөлдір ешқандай бактерия жоқ сулар керек деген мағынада түсіндірді. Дисплейіне қарайтын болсақ, дисплей 1 дюймға үлкен, яғни 6,1 дюймлік дисплей берілген. Сонымен қоса тағы бір плюсы iPhone XR-дің XS-ке қарағанда бұл жерде корпусы, яғни темірден жасалған. iPhone XR-да ол алюминиян жасалса, iPhone XS-та ол темірден жасалынған, яғни темір әлде қайда мықтырақ. Сонымен қоса жұмыс істеу процесінен де жұмыс істеу процесі охлаждениясын жақсартады. Бұл жерде iPhone X-тің бағасы 249 мың теңгені құрайды. Егер де жаңадан сатып алатын болса, сонымен қоса мен жуықтап айтып жатырмын, әр жерде әртүрлі болуы мүмкін. Әр сатыға байқап тұрсаңыздар, ара қашықтығы 15-20 мың, 30 мың теңгені құрайды. Бұл жерде ақша қосып қандай телефон алған дұрыс десеңіздер, көбісі айтуы мүмкін iPhone XR алған дұрыс деп, бірақ қоя тұрыңыздар. Қазіргі таңда бүкіл видеоны көріп тұрсаңыздар, қандай iPhone дұрыс деген кезде көп блогерлар немесе қандай да бір басқа блогтарды көретін болсаңыздар, барлығы айтады iPhone XR алған дұрыс деген сияқты, өте арзан бағада деп. Жоқ, бірақ сіздер бір 15-20 мың теңге қосу арқылы әлде қайда жақсы телефон аласыздар. Әлде қайда жақсы. Қалай десеңіздер, революция, өздерінің Apple компаниясы ішіндегі революциялары iPhone 11. Неге дейсіздер ғой, iPhone 11 iPhone XR-ге қарағанда әлде қайда жақсырақ, өз бағасына тұрарлық, тиімді. Қалай дейсіздер ғой, iPhone 11-дің қазіргі таңдағы нарықтағы бағасы 295 мың, 320 мың теңге аралығында. Ойлап қараңыздар. Бірақ сіздер не аласыздар? iPhone XR, мына жақта iPhone XR, мына жақта iPhone 11. Былай қарасаң, көбісі айтады, iPhone XR арзан, соны алайық, бірақ ойланып қараңыздар. Біріншіден, iPhone 11-де жаңа процессор Bionic 13 процессоры, 4 ярдтық, 6 ярдтық және 16 ярдтық графический процессор бар. Яғни бұл ойындарды өте керемет көтереді. Және де басқа да приложениялармен жұмыс істеу процесі тезірек iPhone XR-ға қарағанда. Арасы 20-30 мың теңге. Жуықтап алғанда түнгі түсірілім жоқ. Яғни түсіру барысында қараңғы қылдырып түсіреді. Ал iPhone 11 жарық, түнде түсіру режимінде жарық, түнде түсіру режимі қосылған. Яғни кішкене болсын iPhone 11, iPhone XR қарағанда жарығырақ түсіреді. Бұл тағы бір плюсы. Сонымен қоса iPhone 11-дің батарейкасының көпке шыдауы миллиампер жоғары. Сізге 5-6 рет менің видеомды көруіне көмек көрсетеді. Сондықтан менің видеомды көріп, подписаться деген кнопканы басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қоса стабилизациясы салыстыратын болсақ, барлығы айтады, iPhone XS-та стабилизация бар ғой деген сияқты, бірақ екеуін салыстыру барысында iPhone 11-дің стабилизациясы әлде қайда жақсырақ. Қимылдау барысында, сонда камера, видеоға түсіру барысында да качествосының сапасы, өйткені iPhone 11-де камерасы широкий болғандықтан, ішіндегі модулі iPhone XR үлкенірек, сондықтан модульда жарық көзін қабылдау iPhone 11-де әлде қайда жақсырақ. Түйін бұл жерде iPhone XR қарағанда iPhone 11 әлде қайда жақсырақ, және өз бағасына тұрарлық. Менің ойымша iPhone 11-ді Apple компаниясы әлде бір алдағы 5-6 жылда өзінің iOS обновленияларында жақсы түрде ұстап тұрады деген ойдамын. Менің түйінім бұл жерде iPhone-дардың арасында, коллекцияларын таңдау барысында жаңа поколениясының арасында iPhone 11 бірінші орында. Менің ойым бұл, өйткені бұл өз бағасына тұрарлық, арзан бағада iPhone 11. Сонымен қоса процессоры жақсы, бір төмен процессор емес, графический процессоры да жақсырақ. Сонымен қоса автономиясы, жұмыс істеу процесі, жарықта түсірілуі, менің ойымша қалған модельдерді алдыңғы модельден де артта қалмайды. Ең өз бағасына тұрарлық ол iPhone 11. Егер де сіздер бір 50 мың, 60 мың теңге доплачивать етіп iPhone 12 алмас, iPhone 12 емес, iPhone 12 Pro Max алам десеңіздер, әлде қайда өзгешелікті байқайсыздар. Лидар пайда болады, керамик шел пайда болады, корпусы алюминий пайда болады. Бұл жерде қазір айырмашылық біз iPhone 11 мен iPhone 12 Pro-ны айтып жатырмық. 12 емес, 12 Pro версия мен Pro Max версиясы әлде қайда iPhone 11-ге қарағанда жақсырақ. Оны көп адам білетін де шығар, кейбір адамдар білмеуі де мүмкін. Камерасы жайында да, сапасында, фотоға түсіру барысында да лидар, түнгі лидар қосылған. iPhone 12 Pro Max-та жаңағы жарықта түсіру барысында, енді түнде түсіруі 11-ге қарағанда әрине жақсырақ. Және де ол жерде жаңа процессор орнатылған. Жаңа процессор орнатылған болса, өздеріңіз білесіздер, қалай тезірек жұмыс жасайтын, қандай приложенияларды қатты жақсы оңай көтеретін өздеріңіз білесіздер. 12 Pro мен Pro Max-ты шықпай тұрып өздеріңіз білесіздер, iPhone 13 шықты. Енді кім өзіне iPhone 13-ке ақшасы жетіп тұрған болса, менің ойымша iPhone 13 емес,
iPhone 12 Pro барлары iPhone 13 емес, iPhone 13 Pro немесе iPhone 13 Pro Max алған дұрыс. Өйткені iPhone 12 мен 12 Pro Max-тан iPhone 13 әлде қайда жақсырақ, және де инновациялар, ішінде өзгерістері әлде қайда көбірек. Камерасы жайында, процессоры жайында, сонымен қоса ішінде жаңа кино эффектінің болуы, iPhone 12 мен iPhone 13-тің айырмашылығы мына жерден көріп кете аласыздар біздің видеодан. Егер де сіздерде ақшаларыңыз болса, бюджеттеріңіз iPhone 13 Pro версиясын алған әлде қайда жақсырақ. Ал егер де сіздер сол iPhone-дардың ішінен бір жаңа iPhone алам, бірақ бір арзан бағада іздеп жүрген болсаңыздар, ол iPhone 11 өз бағасына тұрарлық. Сонымен қоса сіздерде алдыңғы iPhone-дардан ешқандай бір қатты айырмашылығын байқамайтын боласыздар. Өйткені сіздер бір профессиональный, бір кәсіби маман болып түсірмесеңіздер, айырмашылығын байқамайсыздар. Ал егер де сіздер маған бір ақшада емес мәселе, маған бір жақсы, маған керемет бір камерасы бар iPhone керек десеңіздер, онда сіздерге iPhone 13 Pro Max алған дұрыс. iPhone 13 емес, камерасы жақсы, модульдары бойынша жақсы iPhone 13 Pro. Егер де сіздерге дәу экран керек болса, бір кішкене болсын, экран дәу, маған кішкентай ұнамайды десеңіздер, Pro Max. Өйткені Pro мен Pro Max-тың айырмашылығы көбінесе дисплейінде ғана болады. IPS-тарында IP68, IP68, iPhone 11 мен iPhone 13, iPhone 12-ның ешқандай айырмашылығы жоқ. Екеуі бір-бірімен IPS-тары бірдей. Фотоға түсіру барысында iPhone 11 кішкене пикселін жоғалтуы мүмкін, бірақ егер оны сіз кәсіби маман болмасаңыз, оны байқай алмайсыз. Сондықтан бізде түйін достар iPhone, егер де бюджетный вариант іздесеңіздер, жаңа iPhone ол iPhone 11, ал егер де сіздер маған бір соңғы моделі, бір керемет түсіретін iPhone керек десеңіздер, ол iPhone 13 Pro Max. Әрине таңдау өздеріңізде. Егер iPhone таңдау барысында сіз қандай iPhone-ды таңдар едіңіз, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Біздің таңдау осы болды. Видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет достым. Қоштаспаймыз, өйткені біз интернеттеміз. Сәттілік.